Сәлем, каналға қош келдіңіздер. 2022 жылдың топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы еңсеңді көтер дорамасы. Басты рөлдерді Хан Джи Хён, Пэ Ин Хёк және Ким Хе Джин сомдайды. Басты кейіпкер До Хи Кенхи университетінде оқитын еңбекқор қыз. Отбасының қаржылық жағдайы төмен болғандықтан әртүрлі жұмыстарды істейді. Ол ақша үшін университеттегі Тэйя қолдау тобына қосылады және оның жетекшісімен танысады. 9-шы Аққан жұлдыздар дорамасы. Басты рөлдерді Ким Йон Дэ мен Ли Сон Ген сомдайды. Бұл дорама ойын-сауық индустриясында жұмыс істейтін адамдар жайлы. Гон Тэ Сон өз компаниясының басты жұлдызы әрі телехикаялармен танымал актер. Ал О Хан Бөл ойын-сауық агенттігінің қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы. 8-ші келісімшарт бойынша махаббат дорамасы. Басты рөлдерді Пак Мин Йон мен Го Гюн Пэ сомдайды. Басты кейіпкер Чхве Санын бірнеше рет жалған некеде болған, бірақ та ұзақ уақытқа келісімшарт бойынша Джон Джин Хомен некеге тұрады. Ол онымен дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндер кездеседі. Ұзақ уақытқа құрылған неке шынайы махаббатқа ұласады. 7-ші полиция курсанттары дорамасы. Басты рөлдерді Кан Даниэль мен Чхве Собин сомдайды. Ви Сун Хён элиталық Корея ұлттық полиция университетінің 1-ші курс студенті, мектепті үздік бітірген. Әкесінің ізін қуған Сун Хён университетте мінезі ашық, Го Ынганды кездестіреді. Дорама полициялық академияның қиындықтары мен шын достықты көрсетеді. 6-ші іскерлік ұсыныс дорамасы. Басты рөлдерді Ан Хе Соп пен Ким Се Джон сомдайды. Бұл романтикалық комедия құрбысының орнына компанияның бас директорымен кездесуге барған қарапайым қыз туралы. Син Хари өмірге оптимистік көзқараспен қарайтын кеңсе қызметкері. Ал Кан Темо өтірікті ұнатпайтын сымбатты бай жігіт. 5-ші нөмірі 1-ші саундтрек дорамасы. Басты рөлдерді Пак Хин Сик мен Хан Со Хи сомдайды. Дорама 20 жыл бойы бір-бірін танитын достар жайлы. Хан Соны көп сөйлемейтін мейірімді фотограф. Ал Ли Йон Со өз ойын айтудан қорықпайтын көңілді қыз. Бір-біріне бауыр басып қалған олар шынайы сезімдерін жасырады. 4-ші Юми жасушалары 2 дорамасы. Басты рөлдерді Пак Джин Йон мен Ким Го Ын сомдайды. Қарапайым офис қызметкері Ким Юмидің ми жасушалары оның сезімі мен ойын әрі қимылын қадағалап отырады. 1-ші сезонда көрсетілгендей Юми жігітімен айырысқаннан кейін махаббат жасушасы ауыр халге түседі. Бірақ та жұмыстағы әріптесі Ю Бабидің қолдауымен Юми жаңа өмір бастайды. 3-ші біздің сүйікті жазымыз дорамасы. Басты рөлдерді Чхве Ушик пен Ким Дами сомдайды. Чхве Ун мен Енсу мектеп кезінде бір-бірін ұнатпайтын, бірақ та кейін сезімдері махаббатқа ұласқан жұп. Олар мектеп кезінде түскен деректі фильм 10 жылдан кейін танымал болады. Айырылысып кеткен жұп қайтадан деректі фильмге түсуге келісім береді. 2-ші Бәйшешек дорамасы. Басты рөлдерді Чон Хе Ин мен Ким Джи Су сомдайды. Дорама 1987 жылы Хосу қыздар жатақханасында тұратын студенттердің өмірін көрсетеді. 207-ші бөлмеде тұратын Ын Ен Ро Германиядан жақында келген жұмбақ Сухоны кездестіреді. Алайда бірнеше күннен кейін Сухо қыздар жатақханасынан жараланған күйде табылады. 1-ші ерекше адвокат У Ену дорамасы. Басты рөлдерді Кан Тэ Ю мен Пак Ын Бин сомдайды. Бұл дорама аутизммен ауыратын 27 жастағы адвокат қыз жайлы. Есте сақтау қабілетінің арқасында ол Сеул ұлттық университетін үздік бітіріп, ірі заң фирмасына жұмысқа орналасады. Алайда ол әлеуметтік қарым-қатынасқа келгенде әлі де қиындықтарға тап болады. Оған көмекке әріптесі Ли Джун Хо келеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.